Қайырлы күн достар, бүгін хачапури дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне жылы сүт, су, секер, тұз, дрожж және сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болып көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді бөліп алған қамырларымызды дөңгелек етіп жайып, шеттеріне теркадан өткізілген ірімшіктерімізді салып, бүгіп шығамыз. Кейін ортасына ірімшіктерімізді салып, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пешімізге шамамен 20 минутқа қызарғанша салып пісіреміз. Пештен шыққан ыстық хачапуриіміздің жан-жағына сармайымызды жағып және ортасын ашып, жұмыртқаның сарысын салып, тағы 1 минутқа пешімізге салып аламыз. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін.